Ассалаумағалейкум звукорежиссер қауым, сіздер менен Ерке Али, сіздер Атакент Рекордс каналындасыздар. Бүгінгі қызықты эксперимент болмақ. Сіздерге бүгін қалай пресетпен сапалы сведение жасауды көрсететін болам. Сондықтан мұқият қарап, біліп отырыңыздар. Өзім тәжірибемен бөлісетін болам. Егер маған тез сведение жасау керек болса, клиент асығыс болса, немесе уақытым жоқ болса, мысалы осылай жасай салам деген тәжірибемен бөлісем. Бұл сапалы шығады міндетті түрде, ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Немесе начинающий, енді бастап келе жатқан звукорежиссерларға осы мен әзірше қолдана тұрса болады. Енді іске көшейік. Бірінші записімізді тыңдап көрейік. Осындай болып тұр жазылған записіміз. Бұған не істейміз? Бірінші группаға жалғап аламыз, сосын группа арқылы бәріне плагин қосып шығамыз. Группаға қоссақ, дауысқа да плагин қосылады. Сондықтан бірінші кез келген эквалайзерді аламыз да 100-ге дейінгі частотаны қырқып тастаймыз, низасын. Лаукат фильтрмен 18 октава децибелге дейін. Сосын верхасын көтереміз, жай ғана көтере саламыз, болды. Ладно, одан кейін ең соңғы неге командасына Airvox қосамыз. Инсертсің ең соңғы, ең астында тұрған полкасына деп айтайық, түсінікті болу үшін. Мына гейнді білесіздер, -3-ке қоямыз. -3-ке. Airvox'ты тыңдап отырып көтереміз, компрессор жасаймыз. Мінекей, дауысы нормально шығып тұр. Ендігі келесі неміз динамикаға кіреміз да. C1 комп стерео. Бұл Waves'те міндетті түрде бар. Waves'ның комплект болса, смело осыны қолдана беруге болады. Сондықтан бұған лоудқа кіреміз. Классик компрессорды қоя саламыз, болды, басқа ештеңе керек емес. Тағы тыңдап көрейік. Бір жақсы қосылса оу, күн шығады ай менен. Болды. Келесі кезектен сибилянттар на всякий случай қат шығып кетпесін десек, Desser стереоны аламыз. Waves'те бар, динамиканың ішінде тұрады. -20-ға қоясақ болады, ашинақ. Бір жақсы қосылса оу, күн шығады ай менен. Енді тағы бірдеңе жетіспей тұрған сияқты, дұрыс ойласаңыздар, бұл реверб. Ревербті қалай қосамыз? Астына, мына группаның астына мышканы апарамыз да, оң жағын басамыз. Оң жақтың ішінде channel track, at FX channel track. Бізге FX канал керек. Соны басамыз да, мына жерге шыққанда эффекттің орнына ревербке кіреміз да. Кез келген демей қойын, reverb деген Waves'та міндетті түрде бар. Reverbті қоя сал. Болды, add track баса саламыз, қосылды. Ештеңе өзгертпей-ақ бүйтіп жаба саламыз, группаға барамыз. Сосын send канал. Send канал ашық тұр, қарап отырсаңыздар. Сол жерге, мына жерге reverb жалғаймыз. FX каналдың біріншісін. Reverb ғана аштық қой. Соны қосамыз, reverb. Соны дауысын тыңдап отырып азайтамыз или көбейтеміз, қалай керек солай. Суағады сай менен, шаң жағады май менен. Екі бір жақсы қосылса оу, күн шығады ай менен. Уже жаман емес, келесі delay қосайық. Delay, эхо, қалай айтсақ болады. Delay, эффект қой бұл да. Delay'ға кіреміз, супер тап 6 деген тап стерео деген басайық.
Бул жерде де пресет колдонабыз. Мен сиздерге бүгүн пресетпен калай жұмыс істеу керек, начинающий немесе асыгып турган кезде тезирээк істеп берүү үчүн. Мына loadка киремиз, YouTube дегенди баса салайык, только жабамыз. Мына FX каналдын inserts каналында не тур? Жаңа супер тап делay тур. 6 дегенмен. Сосын киремиз да эквалайзерга киремиз, чтоб катты эстелмеш үчүн, ол бир определенный эффектпен чыгуу үчүн Q10 стерео, Q10 стерео, load'нан барамыз. Кыйындыгы жок деп ойлойм. Колданып жүргөн, Cubase колданып жүргөн адам болсо, телефон дегенге коек. Делай телефондун эффектимен чыксын, кичкене катты бакырмай. Сондуктан кайттан барамыз да FX каналга, Sense каналга жалгайбыз FX каналды. Мына супер тап делай. Косуп коябыз да, жаңагыдай азайтамыз, немесе канчалыкты керек сончалыкты коябыз. Мынакей. Әдемі шығып тұр деп ойлаймын, бірақ дауыс кішкене қатты шығып тұр деп ойлаймын. Енді құлақпен жұмыс істеу керек. Әрине мен наушникпен қазір осы видеоны түсіріп отырғаннан кейін наушникпен свайт етуге мәжбүр болып отырмын. Сондықтан дауысын кішкене азайтып көрейік. Меніңше осылай дұрыс сияқты. Келесіне көшейік. Міндетті түрде микшерді ашамыз. Сосын мастер канал деген бар. Мастер каналға барамызда кез келген ячейкісіне лимитер қосайық. Бәріңізде фаб фильтр бар деп ойлаймын. Кез келген фаб фильтрді аламыз да. Мына жерде аут дегенде -30-ға қояйық. Чтоб шкалит етпес үшін кез келген аппаратта андай қатты перегруз болмас үшін. Сосын тыңдап отырып, қаншалықты біз дауысын көтереміз, немесе объемын шығарамыз, общий проекттің на гейнмен істейміз да. Ал, бастап көрейік. Өшіріп көрейік, қалай екен. Енді қосып көрейік лимитерді міне. Ешқандай қиындығы жоқ. Пресеттермен де оңай нені сапа шығаруға болады. Бастысы құлақпен жұмыс істеу. Оңай жолын көрсеттім. Әзірге ештеңе білмейтіндер болса, осылай қолдана беруге болады. Жалпы Cubase'ті қолдана білсеңіздер болды, құлақпен тыңдай білсеңіздер болды. Сол. Ендігі көпсінде көп сұрақтар болды. Маған 100 шақты адам байланысқа шығып, брат, неге видеоңды удалить етіп жүргенсің? Неге бәрін алып тастадың деген сұраққа бірден жауап бере салайын. Я, ол сұрақ көріп жүрген көрермендердің бәрінде болуы мүмкін. Себебі маған Қазақстан түкпірінен звукорежиссерлар шықты. Брат, сен видеоң кесірінен мен студенттерім просто оқымай қоя салды, сен видеоңнан үйреніп жатырмыз деп. Біз қарап көрдік. Я, әрине біз ақшаға үйретіп отқан нәрсені сен тегін үйретіп атсың деді. Сондай шағымданған болатын. Біздің нанымызды жеп жатсың, не өзің жеп жатқан жоқсың? Нанымызды жеп жатсың дегенде, өзің жеп жатқан жоқсың, бізге жегізіп жатқан жоқсың. Сондықтан, брат, өтініш, ыңғай келсе видеоңды пока удалить ете тұрасың ба?
осы уақытта біздің сабағымыз бітеді, содан кейін шығарасың ба деп. Мен айттым, біткен кезде уақытында несін хабарын беріңіздер, мен видео бәрібір шығарам болашақта. Себебі мен көрермендеріме сол үшін мақсат қойған, керек нәрселерді үйреніп алсын, оқуға дейін оқитын болса оқи береді дегендей. Бұл жай ғана фундамент, бірден айтып қояйын. Бұл видеоларда болашақта удалить етіледі негізінде. Атакент Рекордс каналына өзім қазір творчествомен айналып бастадым. Біздің клиптер, бэкстейдждер және студияның жұмыстары негізі сол жағынан болатын болады бұл каналда видео. Ал әзірге сіздерге осындай видеоларды 10 шақтысы, 20 шақтысын шығара берейін. Керек адам жүктеу алсын, керек емес адам көрмейді, және үйренетін адам үйреніп алсын осы фундаментті. Ал келесі кездескенше қош сау болыңыздар.